360 камерадан біраз адам қорқады, трассаға шығады, и осы 360 камераны аңдып отырады патрульный автомашина, қай жерде штраф салады, қай жерде қалай келеді. Енді көп водительдердің шатасатыны, трассада сен келе жатырсың, напряженно 110, 120, 140 сондай скоростьпен келе жатсың. Көбісі өзінің жолын қарамайды, встречный қарап отырады да, патрулька бар ма, жоқ па деп сонымен отвлекаться етеді. Сен келе жатсың 500 метр, 1 километр жерде көзбен атып келе жатасың. И өзің трассаңда да екі жақта келе жатасың да, алдында қарайсың, боковойнан да қарайсың, сен жолға қараудан сен отвлекаться етесің. Неге? Себебі саған встречный машина өтетін болса, ол саған штраф келеді. Жоқ, қорықпаңыздар, патрульный автомашина қалай штраф салады? 360 камераның оның радары только алдында ғана болады. Жан жағы түсіреді, артынан да келе жатсаң түсіреді деген оның барлығы өтірік әңгіме. Ол просто запись жүреді для безопасности, басқа бір нәрсені дәлелдемеге. Радар жаңағы скоростьті ататын только алдында ғана болады. Енді трассада Алматы Шымкент ортасын алайық, Алматыдан Шымкентке бара жатсыз. Екі полосалық жол. Сіз мына екінші полосада келе жатсыз. Патрульный автомашина тоже сондай потокта. Бірінші не болмаса екінші полосада кетіп бара жатса, сізді екінші полосада өтсеңіз, превышение болса, сізді скоростьпен түсіре алмайды. Себебі ортадағы ограждение КЛБ дейді. Төбесінегі люстрамен атқан кезде оны аламайды. Қалай патрульный автомашиналар сізге штраф келетіндей қылып жүреді. Олар КЛБ дейді, жаңағы ортадағы ограждение. Сол екі полоса сол жағындағы ограждениеге жақын полосаға жарты метр бетіп тақайды да, осылай жүріп отырады. Осылай жүрген кезде сіз егерде обгоняющий бірінші полосада болатын болсаңыз, сізді штрафпен алады. Екінші полосада келе жатсыз, ол бетіп тақаған жоқ, ол да екінші полосада келе жатса, екеуіңіз бірдей өтетін болсаңыздар, сізге штраф келмейді, КЛБ ортадағы камераны алмайды. Қай кезде штраф болып келіп жатады? И примерно штрафты сіздерге көрсетейін. Міне КЛБ-нау біткен жері прерывистый ограждение. Егер де міне мына жақтан былай ұзын қылып алатын болсаңыз, жабатын болсаңыз КЛБ-ны, машина даже тоқтап тұрған жерден оң жақтың өзінен потоктан келе жатқан автокөлік көрінбейді, оның госномері. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін патрульный автомашина солға до конца отбойникке тақайды. Сол жағдайда ғана встречный жатқан машинаның госномері алдынан түсіріледі. И ойламаңыз, сіз алдан өтіп өтесіз, артынан атады деп. Жоқ, арттан ата алмайды. Сіз егерде попутный направление түсу кетіп бара жатсыз, патрульный автомашина кетіп бара жатыр, сіз артынан келе жатсыз, артынан 180-200 мен келсеңіз, сол скоростьпен оны түсірмейді. Және келдіңіз, 110 мен тақып түсірдіңіз скоростьті, и дальше 119 120 мен кетіп бара жатқан болсаңыз, артыңыздан түсіретін болса, сізге арттан ғана түсіреді. Егер де 119 мен барсаңыз, погрешіңіз 10 км в час, сізге әкімшілік хаттама келмейді. Егер де 123, 124, дальше 140 басатын болсаңыз, сол жағдайда сізге әкімшілік хаттама артыңыздан келеді. И патрульный автомашина артыңыздан қуып, тоқтатып, на месте жаңағы әкімшілік хаттаманы да салуға, басқанда имеет полное право. Не обязательно там радармен басқа деген секілді. Олар ограждение отбойникке қатты жақын жүреміз деп өздері рисковать етеді. Мысалы, обгоняющий полоса бар, не бар. И встречный машина, каждый келген машина ататын болса, өз отбойникке жақын тақап алатын болса, ол кәдімгідей риск. Ол рисковать етесің ол жағдайда. И көбісі айтады, достарына звондап отырады, патрульныйда, мынандай жерден осылайдан өтіп кеттім, штрафты өшіруге бола ма дейді. Жоқ, ол автоматизация. Сіз сеть ұстамайтын жерде түскен болсаңыз, жаңағы штрафқа басқа номерін түсіп қалды ма, қалай сеть ұстайтын жерге шығады, на автомате сол штраф келеді. Әуре болмаңыздар, достарыңызға звондап, мынандай штрафқа түсіп қалдым ба, айтып жібересіз ма, тексере аласыз ма деп. Реально келетін штраф болатын болса, сеть қосылады, определенный уақыттан кейін өзіңізге сол штраф болып келеді. Жолда жүрген кезде жаңағыдай встречный келе жатқан болса, қатты отвлекаться етпеңіздер, спокойно айдап жүре беріңіздер. Түсіретін кезде сәл скорость түсіресіздер, болды. Өтіп кеткеннен кейін ол сізді артынан түсіре алмайды. Сау саламат болыңыздар. Жолда жүрген водитель достарыңызға жіберіп қойыңыздар, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер.